Өңірде 2 жылдан бері сәтті жүзеге асып келе жатқан әжемнің ертегілеріне саяхат жобасы халықтық тәрбиенің алтын арқауына айналды. Баланың санасына ұлттық дүниетанымды ертегі арқылы сіңіріп жүрген ақ жаулықты әжелер бүгін арнайы марапатталды. Жобаға белсене қатысқан 30-ға жуық әжеге алғыс білдіріліп, құрмет көрсетілді. Жоба аясында аналар кеңесінің мүшелері мен ерікті әжелер аптасына 2 күн балабақшаларға барып бүлдіршіндерге қазақ ертегілерін оқиды. Олардың ең жасы 60-та, ал үлкені 80-нің үстінде. Бірақ бәрінің мақсаты бір – ұрпаққа ұлылықты дарыту. Барлық аудандарда, қалаларда, балабақшаларға барып, ұмытылып кеткен қазақтың ертектерін, дәстүрлерін балаларға бәріне түсіндіріп, айтып, сөйтіп балалар сондай әжелерді жақсы көріп, қастарында отырып, әртүрлі сұрақтарын қойып, сондай үлкен жұмыстарды атқарып жатыр. Ертегі ойды байытады, қиялды шыңдайды. Қазақтың талай тұлғасы балалық шағында естіген ертегімен ел есінде. Әже әлдейі мен аңыз қиссалары қазақ баласының алғашқы мектебі дейді кеңес мүшелері. Келешекте балалардың дамуына біздің айтқан ертегілеріміз, әңгімелеріміз пайдалы деп есептеймін. Ол балалар есейеді, ертең күні сабаққа барады, 1-ші сыныпқа, 10-ші сыныпты көтеріп, солардың естерінде қалатындай әңгімелер көп болады әрине. Мен өте қуаныштымын. Өте керемет, балаларға көңіл бөлу деген жақсы нәрсе деп ойлаймын. Ақ жаулықты әжелердің айтуынша мұндай бастамалар дәстүрлі түрде жалғасып отырса, балалар қазақтың ұлттық құндылықтарын бойына сіңіре өседі. Олар үшін бала тәрбиесі өмірлік мәні десек те қате айтпаймыз. Ақмарал Ғалиқызы, Ермек Асаубаев, Айқын ақпарат.